Баршаңызға ассаламу алейкум. Шәуәл айында 6 күн ораза ұстап 1 жылдық сауапқа кенелгіңіз келсе, онда мынау 10 мәселені ескере отырыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім Рамазан айының оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай болады, деп бұл айда ұсталатын 6 күн оразаның мол сауабын сүйіншілеген. Бұл ораза сауабының 1 жылға парапар келуін бұлайша түсінуге болады. Алла тағала Құран кәрімде кім бір жақсылық жасаса, оған оның 10 есе қарымы беріледі деген. Ғалымдар Шәуәл айындағы 6 күн оразаның 1 жылдық сауабын осы аятпен байланыстырады. Рамазан айындағы 30 күн мен Шәуәл айындағы 6 күн қосылғанда 36 күн болады. Бұл сан 10 есеге көбейтілсе, 3 жыл 60 күнді құрайды. Міне, бұл да жаратушы иеміздің бізге деген шексіз мейірімі. Шәуәл айындағы оразаға қатысты кейбір мәселелер. Біріншісі, Шәуәл айының оразасы нәпіл ораза болып табылады, яғни мұны ұстау ешкімге міндет емес, мұсылманның өз еркінде. Дегенмен, мұны ұстамаған жан жоғарыда келтірілген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисіндегі 1 жылдық оразаның сауабынан құр қалады. Екінші, Шәуәл айының нәпіл оразасы тек Шәуәл айында ғана ұсталады. Үшінші, Шәуәл айының нәпіл оразасын арасын үзбей қатарынан, сонымен қатар арасын үзіп бөлек-бөлек күндерде де ұстауға болады. Мысалы, бейсенбі, жұма немесе жұма сенбі. Егер осындай етіп ұстаса, жұма күні ораза тұтуға рұқсат, тек дәл жұма күннен бастауға болмайды. Төртінші, Рамазан айында түрлі себептермен кей күндерін қаза етіп алған кісілер Шәуәл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеуіне де, сонымен бірге Шәуәлдің 6 күндік нәпілін ұстаса да болады. Бесінші, Рамазан оразасын ұстамаған адамдарға да Шәуәл оразасын ұстауына болады. Алайда олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйіншілеген 1 жылдық оразаның сауабын ала алмайды. Себебі Рамазан оразасы парыз, оны ұстамау үлкен күнә. Алтыншы, Шәуәл оразасы да Рамазан оразасы секілді таң намазынан басталып, шам намазына дейін жалғасады. Жетінші, Ханафи мазхабы бойынша Шәуәл айының оразасын Рамазан айының қазасын өтемес бұрын ұстауға рұқсат етілген. Сегізінші, ораза айттың 1 күні ешқандай ораза ұсталмайды. Айттың 2 күнінен бастап Шәуәл айындағы 6 күндік нәпіл оразаны немесе қаза оразаларды ұстай беруге болады. 9-шы, Шәуәл оразасының ниеті қалай жасалады? Ниет дегеніміз іштей бір нәрсені орындамаққа оқталу, соны діттеу дегенді білдіреді. Сондықтан да көкейде Шәуәл оразасына ниет етілген болса, соның өзі жарамды. Тілмен айту шарт емес, дегенмен ауызша айтам деуші кісі ниетін қазақ тілде жасай берсе болады. Мысалы, былай десе болады: ниет еттім Алла ризалығы үшін Шәуәл айындағы нәпіл оразасының 1 күнін ұстамаққа. Холиссаллиллахи тағала. 10-шы, ауызашарда қалай дұға жасалады? Ауыз ашқанда да әдеттегідей сумен немесе құрмамен ашып, қазақшалап тілек дұғасын жасай бересіз. Арнайы ниет дұғасы жоқ. Баршамызға Алла жар болғай. Рамазан және Шәуәл айындағы оразалар қабыл болып, ниет амалдарға мол сауаптан жазғай. Амин.